Келесі рецепт жазу үлгісі ол жақпа май, орысша мазь. Рецепті, как обычно, РП деп бастаймыз. Точкасын ұмытпаймыз, екі нүктесін ұмытпаймыз. Сосын біз жақпа май деп жазамыз. Жақпа май деп латынша жазамыз. Латынша жақпа май бізде unguentum. Бірақ біз оны аламыз да ілік септігінде unguenti деп жазамыз. Бірақ unguenti деп жазу міндетті емес. Сіздер оны қысқартып унг деп жазуға болады. Унг деп жазамыз, қысқартқаннан кейін міндетті түрде нүктесін қоямыз. Сосын мазьдің атын жазамыз. Мысалы, тетрациклин мазь бар. Тетрациклини. Біз дегенді иға өзгерттік. Тетрациклинум болып беріледі. Берілгенде бірақ тетрациклини деп жазамыз. Енді препараттың дозасын жазамыз. Бұның екі түрлі дозасы бар. 1% бар, көзге арналған, немесе 3% бар, теріге, денеге арналған. Мысалы, көзге арналған 1%. Пайызын жазамыз, 1%. Содан кейін граммын жазамыз. Мазьдар бізде граммен өлшенеді. Мысалы, 10 грамм. Көзге арналған 10 грамм болады. Содан кейін бұл өзі бір ғана тюбик болғаннан кейін датализ дозис номера 1 деп жазбаймыз. Аламыз да 1-ден да сигна деп жазамыз да. Көзге, мысалы, күніне 2 рет, немесе 1 рет ұйықтар алдында деп, уже дәрігердің жаңағы бергеніне байланысты, тағайындағанына байланысты. Енді жақпа майлардың өзі рецепт жазудың екі үлгісі бар. Мынау мазь простого состава деп тұр. Бұл бізде жаңағы жеңіл составты. Енді бұдан басқа бірнеше неден тұратын мазьдар бар. Бірнеше компоненттен тұратын, және ол компоненттерді қосып бір-біріне мазьды жасау керек. Оған мысалы тоже РП-дан бастаймыз. Бұған айтып тұр, бізге бірнеше порошокты алды, соны бір-біріне қосып мазь жаса деп тұр. Енді оны біз қалай жасаймыз? Ол өте оңай. Біз бірінші бір нені аламыз, мазьды аламыз, бір порошокты аламыз. Мысалы, метилурацил. Метилурацили. Сосын неше грамм жазамыз? 2/5. Біз унгуентум деп жазған жоқ, себебі бұл әлі мазь емес, бұл бізде порошок. Метилурацили 2/5. Сосын екінші порошокты аламыз, екіншісін ал деп тұр, ол фурацилин. Фурацилини деп жазамыз. Фурацилини. Сосын 10 дозасын жазамыз, 0,1. Содан кейін барып, біз осы екеуін қосып мазь жасау үшін мазьдің основасы болады. Мазевая основа, жақпа майдың основасы, ол вазелин. Біз айтамыз, вазелинді ал дейміз, қос дейміз. Вазелини ат, ол қос деген сөз. Мысалы, 50 грамм. Содан кейін осы үшеуін қосқаннан кейін араластыру керек, чтобы мазь пайда болсын. Біз аламыз миссе, немесе оны М деп қысқартып жасауға болады. М, Ф, сосын унгуентум. Миссе утфиат унгуентум деген сөз, бұл жақпа май пайда болғанша араластыр деп тұр. Содан кейін уже біз тағайындаймыз. ДС, мысалы, жарақаттанған жерлерге жақ деп. Терідегі жарақаттанған аймаққа жақ деп. Аймаққа жақ деп пациентке береміз. Бұл бізде жақпа майлар.